Есепті тыңда. Балабақшаға әрқайсысында 12 ойыншық бар, 15 қорап ойыншық әкелінді. Оларды 4 шкафқа бөліп салды. Сонда әр шкафта неше ойыншықтан болды? Есепті шығару үшін алдымен барлығы неше ойыншық әкелгенін біліп, содан кейін оларды 4 шкафқа бөліп салу керек. Қарашы, неше қорап әкелінді? Дұрыс, 15. Бір қорапта қанша ойыншық бар? Дұрыс, 12. Барлығы неше ойыншық әкелгенін қайдан білеміз? Дұрыс, 12-ні 15-ке көбейту керек. Бір шкафқа неше ойыншық салынғанын білу үшін барлық ойыншықтарды 4-ке бөлеміз. 12 көбейту 15 бөлінген 4 өрнегін құрамыз. Есептейміз. 12-ні 15-ке көбейтсе, көбейтіндінің мәнін таба алмаймыз. Себебі 2 таңбалы сандарды 2 таңбалы сандарға бөлуді білмейміз. Есепті басқаша етіп шығарып көрейік. Бір қораптағы ойыншықтарды 4 шкафқа бөліп салайық. Бір қорапта 2 ойыншық бар. 12-ні 4-ке бөлсек, 3 шығады. Әр қораптан 3 ойыншық бір шкафқа салынды. Балабақшаға барлығы 15 қорап ойыншық әкелінген. Әр қораптан 3 ойыншықты әр шкафқа саламыз. Бір шкафта 3-тен 15 рет болады. Сонда 15-ті 3-ке көбейтсек, бір шкафта 45 ойыншықтан болады. Осы есепті қалай шығардық? Тағы бір қарап шығайықшы. Көбейтіндіні санға бөлу үшін көбейткіштердің бірін осы санға бөліп, нәтижесін екінші көбейткішке көбейту керек. 12-ні 4-ке бөліп, оны 15-ке көбейтсе, тең болады 45.